Қайырлы күн, оқушылар. Қазақ тілі сабағы 2 сынып 77 сабақ. Сабақтың тақырыбы сөз құрамы, түбір мен қосымша. Бүгін сабақта сен тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрайсың. Мұғалімнің көмегімен түбір мен қосымшаны ажыратасың. Ал балалар, барлығымыз бірге амансың ба алтын күн, амансың ба жарқын күн, амансың ба туған жеріме, амансың ба достарым. Ал балалар, сен маған, мен саған әдіс арқылы үй тапсырмасын тексерейік. Түбір сөз дегеніміз не? Қосымша дегеніміз не? Мысал келтір. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Мысалы, күн, жыл, спорт, палуан. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейді. Мысалы, күні, жылдар, спортшы, палуандар. Ал балалар, олай болса, оқулықтағы 62-ші жаттығуға назар аударайық. Сурет бойынша мәтін құра. Ал балалар, суреттегі спорттың түрлерін ұнатасыңдар ма? Қандай спорттың түрлері бар? Иә, балалар, бірінші тұрған суретте оқушы секіртпемен секіріп жатыр. Екінші тұрған бала, ол белтемірге асылып жатыр. Үшінші бала құрсаумен айналдырып тұр. Міне балалар, сонда біз спорттың әр түрі бар екенін білдік. Секіртпе дегеніміз скакалка, белтемір дегеніміз турник, құрсау дегеніміз обруч екен балалар. Біз оның орысшасын білеміз, қазақшасын қатты біле қоймаймыз. Олай болса, 63-ші жаттығуға қарайық. Жағдаят. Мектепте ұзындыққа секірумен жүгіруден жарыс өткізілмекші. Жарысқа 2-4 сынып оқушылары қатысады. Сыныптарыңда секіру және жүгірумен шұғылданатын балалар бар ма? Олар осы жарысқа қатыса ма? Сол туралы өз ойыңды білдір. Жақсы балалар, олай болса, барлығымыздың мектебімізде 2-4 сынып оқушылары жарысқа қатысады. Олар секірумен, жүгірумен айналысатын оқушылар жарысқа барады. Жарыстан олар жеңіспен оралады. Жарайсыңдар балалар, тамаша. Ал енді балалар, 64-ші жаттығуға назар аударайық. Өленді мәнерлеп оқы. Қимыл жаса, тұра қап, жалқаулықты жуытпа. Көлеңкеңді қуалап, жүгіруді ұмытпа. Сергек жүрсен сененді, жоламайды суық бір. Суық сумен денеңді, ертең ерте шынықтыр. Иә балалар, өлең не туралы екен? Жалқаулықты сөзін жалқау, жалқаулық сөздермен салыстыр. Ал балалар, олай болса өзімізді тексеріп көрейік. Өлең балалар, спорт туралы айтылған екен. Жалқаулықты бұл жерде түбірі жалқау, лық жұрнақ, т жалғау. Келесі сөз жалқау. Бұл түбір сөз. Жалқаулық, түбірі жалқау, лық қосымша. Ал енді балалар, ойланып көрейік, неге жалқаулықты жалқау, жалқаулық боп сөздің мағынасы өзгерді? Жақсы балалар, олай болса, қосымшаны жұрнақ, жалғау болып екіге бөлінеді. Сөз мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейді. Жұрнақтың белгісі үшбұрыш. Мысалы, футболшы, оқулық. Футболшы түбірі футбол, ш жұрнақ. Оқулық түбірі оқу, лық жұрнақ. Сөзбен сөзді байланыстырып тұратын қосымшаны жалғау дейді. Жалғаудың белгісі төртбұрыш. Мысалы, футболды
түбірі футбол, д. жалғау. Оқуға, түбірі оқу, ға. жалғау. Ал балалар, 65-ші жаттығуға назар аударайық. Мақалды оқып, жатқа жаз. Өнерлі жігіт өрде озар, өнерсіз жігіт жер соғар. Жұрнақ жалғанған сөзді тап. Ал балалар, өзімізді тексеріп көрейік. Өнер, өнерлі, өнерлі. Бұл жерде жұрнақ жалғанған сөз өнерлі. Түбірі өнер, лі жұрнақ. Өнер не, өнерлі қандай деген сұраққа жауап беріпті. Әрі қарай. Өнерсіз қандай деген сұраққа жауап береді. Өнер не деген сұраққа жауап береді. Сонда өнерсіз сөзінің түбірі өнер, сіз жұрнақ. Жарайсыңдар балалар. Ал енді 66-шы жаттығуға назар аударайық. Сызбаны пайдаланып, боксшы туралы сипаттау мәтінін құрап айт. Балалар, біз сендермен боксшыны білеміз. Ал боксшының дене бітімі қандай болады? Я, жарайсыңдар, шымыр болады. Ал боксшының қасиеті қандай болады? Дұрыс, сенімді болу. Түріндегі ерекше белгісі қандай? Жеңіске жету, алға ұмтылу. Жарайсыңдар балалар. Боксшы. Бокс арнайы жұмсақ қолғаппен белгілі бір ереже бойынша жекпе-жек күш сынасатын спорт түрі. Осы спорт түрімен айналысатын адамды боксшы дейді. Жекпе-жекке шыққан екі ойыншы қарсыласының денесінің белгілі бір жеріне дәл соққы беруді көздейді. Боксшының дене бітімі шымыр, дені сау болады. Бокспен шұғылданатын адамдар өзіне сенімді болып келеді. Жеңіске жету, алға ұмтылу қасиеттері болады. Міндетті түрде қолында қолғабы мен басын қорғайтын арнайы бас киімі болады. Ал енді балалар, түйін жасап көрейікші. Қосымшаны жұрнақ жалғау болып нешеге бөлінеді? Сөз мағынасын өзгертетін қосымшаны не дейді? Сөзбен сөзді байланыстыратын қосымшаны не дейді? Ал балалар, ойланып көрейік. Өзіңді тексер. Қосымшаны жұрнақ жалғау болып екіге бөлінеді. Сөз мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейді. Сөзбен сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау дейді. Жарайсың балақай. Ал енді балалар, қатені тауып, түзе ойын ойнап көрейік. Сағат қосымшалы сөз, жылқышы түбір сөз, қояндар жалғауы бар сөз, саяхатшы жұрнағы бар сөз, мектеп түбір сөз. Өзіңді тексер. Сағат түбір сөз, жылқышы жұрнағы бар сөз, жылқы түбірі, шы жұрнағы. Қояндар жалғауы бар сөз, қоян түбірі, дар жалғауы. Мектеп түбір сөз, саяхатшы жұрнағы бар сөз, саяхат түбірі, шы жұрнағы. Жарайсыңдар балақай. Бүгінгі сабақта сен тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрадың. Мұғалімнің көмегімен түбір мен қосымшаны ажыраттың. Жарайсыңдар балалар, сабақ аяқталды. Сабақта белсенділік танытып, қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.